Сәлем достар, менің атым Салтанат. Мен өскенде ағам сияқты банктен ақша алып, өзіме жаңа телефон сатып аламын. Банкке алған ақшаннан әлде қайда көп ақша қайтару керек болатынын есте сақта. Не үшін? Мысал негізінде қарастырайық. Сен банкке барып несие аласың, алайда несиенің сумасы мен түріне қарай банк одан алған ақшаның үстінен пайыз қосады. Ай сайын банкке белгілі бір соманы қайтарып отыруың қажет болады. Несие бойынша төлемдерді уақытында жасап отыру және оны несиелік шартта белгіленген мерзімде өтеу өте маңызды. Шарт қол қою алдында мұқият оқып шығу керек болатын маңызды құжат. Несие алуға өтініш бермес бұрын қаржылық жағдайыңызды және ықтимал тәуекелдерді бағалауыңыз керек. Өйткені несие үлкен жауапкершілік. Кейбіреулер емделуге, оқу ақысын төлеуге немесе пәтер сатып алуға несие алады. Жаңа смартфон немесе ойыншық сатып алу үшін банктен несие алған дұрыс емес. Одан да өз ақшанды жинап, сатып алғаның дұрыс. Егер ескісін өтеймін деп жаңадан несие алсаң, онда қарызың бұрынғыдан да көбейе түседі. Еш қашан бұлай істеме. Бұл шеңберден шыға алмай қалуың мүмкін. Бұл бөлмеде сендер несиенің міндеттеме екенін білдіңдер. Несие алу туралы шешім қабылдауға жауапкершілікпен қарау керек. Сондай-ақ несиелік шартты мұқият оқып шығу керек. Келесі кездескенше сау болыңдар.